Бүгінде жеке баспанаға қол жеткізу қазір әр адамның арманы екені белгілі. Ал үкімет бұл саланы дамыту мақсаттарына жыл сайын миллиардтаған қаржы бөледі. Тұрғын үй құрылысын барлық кезеңінде бақылап отыру қажетті шара. Бақылауды мемлекет те, қоғам да назардан тыс қалдырмау керек деп есептейтін парламент депутаттары тұрғын үй құрылысына қатысты өз ұсыныстарын білдірді. Алдағы 5 минут осы жайында болмақ. Армысыздар, сіздермен бірге мен Аниса Жеткерген. Эфирде хабар 24 арнасындағы заң жобасы бағдарламасы. Нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасына 689 миллиард теңге көлемінде қаржы бөлінген. Оның 444 миллиарды тұрғын үй құрылысына бағытталған. 95 миллиард тұрғын үйлерді жарықпен, су және жылумен қамтамасыз ету үшін бөлінген. Және 150 миллиард теңге тұрғын үй коммуналды шаруашылығын жаңғырту мақсатында бөлініпті. Мемлекеттік бағдарламаның операторы ұлттық экономика министрлігі және Бәйтерек ұлттық холдингінің еншілес ұйымы Бәйтерек Девелопмент. Парламенттегі жиынға жиналған мамандар депутаттар алдында мемлекеттен бөлінген қаржының қалай жұмсалғандығын айтып есеп берді. Как вы планируете тогда обеспечивать и контролировать качество? Ведь на самом деле, у нас немало историй. Сіздер құрылыстың сапасын қалай қамтамасыз етпексіздер? Негізі, қазір бізде құрылып жатқан үйлердің сапасы сын көтермейтін жағдайлар көптеп тіркеліп жатыр. Құрылыс барысында тұрған үйлердің сапасын жіті қадағалау керек. Бірақ сіздер мұны қалай іске асырмақсыздар? Бүгінде пәтерге қол жеткізгендер ертеңгі күні келіп үйлерінің сапасына шағымданып жатады. Қомақты қаржы жүрген жерде оны қалтасына басқысы келетіндердің де ара-тұра болатындығы белгілі. Әсіресе бұл жағдай тұрғын үй мәселесінде жиі кездеседі. Енді ғимараттардың архитектурасы мен құрылысының қызметіне қатысты заң өзгертілген. Заң құжатында тұрғын үй сапасы мен қаржыны жымқыру мәселесіне қатысты қылмыстық жауапкершілік қарастырылған. Техникалық қадағалау, авторлық құқық, жобалаушы және мердігерлер де жеке түрде қылмыстық жауапкершілік бойынша жауап береді. Осыған байланысты мемлекеттік комиссияның өзгерту шешімі қабылданған болатын. Бұрындары барлығы мәслихатта жиналатын. Ал қазір тек жоғарыда аталған мамандар ғана қабылдап алады екен құрылысты. Әкім бұл шешімге қатыспайтында көрінеді. Бұл комиссия құрамынан бөлек құрылыс сапасын тексеретін Бәйтерек Девелопмент компаниясының жеке техникалық бақылау мамандары да бар. Енді бұдан бұлай құрылысты сапасы жүргізген компаниялар тұрғын үйлердің сапалық жағдайын өздерінің қаржысына жақсартатын болады. Тіпті одан бөлек мемлекеттік оператор да заң алдында қатаң түрде жауап береді. Мы рассмотрели на заседании Республиканского общественного совета. Бұл сұрақтарды біз Республикалық қоғам кеңесінің жиын барысында қарастырдық. Жемқорлыққа қарсы күрес шаралары бойынша бірқатар қылмыстық істер тіркелген. Бұл жерде тергеу органдары жіті тексеріп реттейтін болады деп сенемін. Бұл біздің тұрғын үй құрылысына мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру үшін жұмсалатын қаржының тиімді игерілуін және құрылыс нысандарын уақытылы тапсыру мәселесін жақсартатын болады деген үміттемін. И мы озвучили эти вопросы, и в прессе широко тоже озвучивалось о том, что кто задержан, кто арестован и так далее. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық және құрылыс істері жөніндегі комитеттің өкілдері депутаттардың назарын кадр мәселесіне аудартты. Қазіргі таңда құрылыс алаңдарында білікті мамандар жоқ. Экономика министрлігі тұрғын үй нарығында қатысушыларға талаптарды күшейту және нысандарды қабылдап алушыларға жеке қылмыстық жауапкершілікті енгізуді ұсынып отыр. На свой конкурс должны отвечать. И сейчас некоторые застройщики начали говорить. Сапа мен қауіпсіздік мәселесі көтеріліп отыр. Біз бүгінде бизнестің жағдайын жақсарту үшін көптеген жұмыстарды жеңілдеттік. Бірақ бұл ісімізден қазір опық жеп отырмыз ба деп ойлап қалдым. Мәжіліс депутаттары тұрғын үйлердің өзіндік құнын, қолжетімділігі мен қаржыны тиімді үлестіру мәселесін жиын барысында көтерді. Олардың айтуынша коммерциялық шаршы метрге бөлінетін қаржыны қысқартып, жалға және несиеге берілетін құрылысты көбейткен абзал. Мәжіліс депутаттары жиын барысында тек ұсыныстармен шектелген жоқ. Құрылысқа жауапты мамандар мен олардың жұмыс сапасын тексеріп, бақылайтын орган өкілдерін жинаған депутаттар тұрғын үй құрылысына қатысты сұрақтар мен өткір мәселелерді партиялық комиссия жиынында парламент деңгейінде талқылап өтті. Тұрғын үй құрылысы аясында көтеріліп отырған күрделі сұрақтар аталмыш заңнамаға толықтырулар мен өзгертулерді енгізуге негіз болып отыр. Бұл толықтырулар ел тұрғындарының ахуалын жақсартуға бағытталған. Бүгінге осы сіздер хабар 24 арнасындағы заң жобасы бағдарламасын көрдіңіздер. Эфирде қайта жүздескенше күн жақсы.